Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен өтетұғын жаңа тақырыбымыз Instagram видеоны қалай скачать етіп аламыз. Сол туралы айтып өтем. Ол үшін сіздер телефондарыңыздан да істесеңіздер болады. Телефондан, Instagramнан бір видеоны копировать етіп аласыздар және Telegram чатқа жібересіз. Мен қазір сіздерге ноутбук арқылы көрсеткім келіп тұр. Мысалы, менің мына видеомды алайық. Осы видеомның сілтемесін телефонда асты бетіне түседі, ноутбукта жоғары жағына түседі. Осыны ерекшелеп белгілеп алып, копировать етеміз және Telegram чатқа жібереміз. Telegram чатта міне save as вот деген скачать етіледі. Оны сіздер пускке жазсаңыздар болады. Менде скачать етіліп тұрғаннан кейін мен сразу осы жерге сілтемесін қоя салам. Жаңа копировать еткен. Міне сілтемесі қойылды. Енді сілтемесін осылай жазасыздар да, сосын өзі автомат түрде міне видео қылып шығарып береді. Осы видеоны, міне видеоны сіздер стрелкасымен басып алып төмен қойсаңыздар да болады. Телефонда болмаса осыны скачать етіп галереяға сақтауға болады. Қазір мен мынаны скачать етемін және скачать еткеннен кейін бұл загрузки деген бөлімге келіп түседі. Осы загрузки бөлімнен мен ала саламын. Загрузкиді да мен рабочий столға сақтап алғанмын. Және мына жерде міне видео. Осыны рабочий столға әкеліп қоямын. Және қалаған адамға осыны WhatsApp арқылы жібере алам. Енді WhatsApp'ты ашып, мысалы, мен өзімнің балама жіберейін. Енді мына жерден скопировать етіп, міне неден рабочий столдан мінекей жаңағы видеоны төменге жібере салам. Мына видео. Осылай видеоңызға сақтаған, Instagramға сақтаған видеоларыңызды қайтадан және осылай видео ала аласыз. Себебі біз Instagramға ұмытылып кетпеу үшін көптеген ақпараттарымызды сол жерге жүктейміз ғой. Сол кезде жүктеп болғаннан кейін уақыт өткенсін, қайтадан осы видеоларды алғымыз келіп, еске түсіру үшін бір-бірімізге жолдауымызға болады. Міне осы жол арқылы save as вот арқылы Telegramнан сіз жүктей аласыз. Егер менің осы беріп жатырған сіздерге ақпараттарым тиімді болып, қолжетімді болып жатса, қадірлеріңізге жарасын және осы каналыма лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабағымда көріскенше сау саламат болыңыздар.